Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай сүттен жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Ыстық сүттен дайындалатын. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызға разрыхлителімізді салып, осылай араластырып дайындап қоямыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, кесек үлкейіп көбейгенше, аппақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осы уақытта сүтімізді ысытып қоямыз. Сүтімізге сары майымызды салып, қайнатпаймыз, тек ысытамыз. Ыстық болу керек, сүт қайнатып алмаймыз. Міне массамыз осылай болып шығу керек. Міне сүтіміз де ысыды, ыстық болды. Енді алдын ала дайындалып қойған ұнымыз бен разрыхлителімізді салып, ыстық сүтімізді құйып, кезекпен кезек екі бөлікке бөліп, жақсылап қамырымызды дайындайтын боламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз осы уақытта. Пирогымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады, әрі көп уақытты да алмайды. Сондықтан барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міне қамырымыз осылай шығу керек. Енді осыны формамызға құятын боламыз. Форманың астын міндетті түрде сары май жағып, майлап алатын боламыз, жабысып қалмас үшін. Міне мен осындай формада пісіремін. Тестамызды құйып, 180 градуста кемінде 40 минут пісіріп аламыз. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Міне менің пирогым пісіп шықты қыздар. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.